Мен оқушылар, 31 мамыр Қазақстан тарихының ең қайғылы беттерінің бірі жаппай саяси қуғын-сүргін және миллиондаған адамның қаза болуына әкеп соққан ашаршылық құрбандарын еске алу күні. 1997 жылы астам адам жіберілді. Ең сұмдығы мұнда бойынан нәресте біткен аналарға Айлин, Шанин, Асфендияр, Тәтімов еске аламыз. Сол жылдардағы орасан зор адам шығыны мен тағдыр мыңға жуық қазақстандық өтті, 20 мыңы атылды. Жазықсыз жазаланғандардың қатарында Бөкейхан, Байтұрсынұлы, Тынышбаев, Дулатұлы, Рысқұлов, Жұмабаев, Сейфуллин, Жансүгіров, Майлин, Асфендияр сияқты мемлекет және қоғам қайраткерлері, ұлт зиялылары болды. Осы батырларымызды еске алып, 1 минуттық үнсіздік жариялаймын. Бәріңіз орныңызға. Thank you.